Ат тұяғының дүбірінен делебес қозатын қазақ бәйге десе елең ете қалатыны бар. Арғымақ жарысы анау айтқандай атқа құмарларды ғана емес, кез келген қандасымызды бейжай қалдырмайтыны белгілі. Әсіресе бәйгеге тұлпарын баптап қосқан сәтте жайбырақат отыра алмасы анық. Ал Сейсен Аратовтың уайымы еселене түскен. Ол Ресей жерінде өткен жарысқа қос сәйгүлігін сайлап барды. Сахарада өскен тұлпарлар бастапқыда орманда алқапқа кірмей қиғылық салыпты. Бірақ шабандоздың шеберлігі жолда қалдырмады. Жолдар қиын, асфальт, тас, жолдар қатты болды. Атымен жақсы шауып келді. Өзім жақсы сезіндім. Атым орын алады деген ойда болдым. Үміт ақталды. Алтынғалидың астына мінген ойлы есімді тұлпары 80 шақырымдық додада мәре сызығын бірінші болып кесті. Тайталасып келе жатқан кабардин тұқымдас жылқы екінші болса, онымен құйрық түстесіп қазақтың қасқатайы жетті. Аламанға бұл екі сәйгүлікті де Сейсен Аратов жаратып қосқан болатын. Сонда ағылшынның сұлу сәйгүлігімен келіп, тұрпат тұрықсыздау адай жылқыларын есеке теңегендердің аузына құм құйылды дейді ол. Манаттармен тона жердің түбінен келіп тұрсыңдар ма, неғып жүрсіңдер дегендей алып. Сондай әңгімелер болған, бірақ енді ол аттың өзі 30 километрді айтып көрсетті ғой. Түгел капельде тұрып қалды ғой жаңа ағылшын аттар. Системамен капельде тұрды. Дистанциондық классикалық жарыстың бәйгеден айырмашылығы көп. Мұнда аттар анағұрлым ұзаққа шабады, өзен, көл, орман мен шөлді кесіп өтеді. Бұл тұлпардың төзімділігі сыналатын сайыс. Ағылшын, араб, басқа жылқының тұқымдары да қосылып жатыр ғой. Біздің айтатынымыз 30 километр сайын тоқтатады біздің аттарымызды. Мына жүрек соғысын есептейді. Жүрек соғысы 64-тен жоғары болмау керек. Біздің аттарымыз сол 1 минут, 2 минуттың ішінде шауып келгенде қалпына келеді. Олардікі 4 минут, 5 минут, тіпті ағылшын жылқылар 20 минутқа дейін кетіп қалады екен. Біз содан да тұрмыз. Сонымен Ресейдің 15 жылдан бері өз елінен шығармай отырған достастық кубогын қазаққа адай жылқылар алып берді. Олар Маңғыстауда да марапатсыз қалған жоқ. Облыс әкімі ойлының қожайынына темір тұлпар мінгізсе, өзге жүйріктердің халықаралық жарыстарға қатысуына кедергі болмайтын төлқұжатын тапсырды. Енді бұл арғымақтар төрткүл дүниені төзімділігімен таңғалдырмақ. Сануға Шортанова, Виктор Турнаев, Астана арнасы, Маңғыстаудан.